Қайырлы күн, құрметті достар. Біздер алдыңғы сабақта үшінші қадамды үйренген болатынбыз. Үшінші қадамда біздер бірінші қабатты құрастырып үйрендік. Бүгін Рубик текшесін құрастыруды жалғастырамыз, яғни төртінші қадамды үйренетін боламыз. Төртінші қадамның мақсаты, яғни екінші қабатты құрастырып үйрену. Біз алдыңғы сабақта бірінші қабатты үйренсек, бүгін екі қабатты қатарынан құрастыруды үйренетін боламыз. Ендеше төртінші қадамды бастайық. Екінші қабатты құрастыру үшін бізге пиф-пафты білуіміз керек. Пиф-пафты білмеген жандар болса, сілтеме қалдырып кетемін жоғарыда. Бірінші қадаммен бірге пиф-пафты үйреткен болатынмын. Соны қарап үйреніп алсаңыздар, сіздерге оңай болады. Алдымен біздер айтып, ақ түсті үнемі астына қаратамыз. Яғни бұл бірінші қабат. Осылай астына қарап тұру керек. Мына түстер былайынан бұралып кетпеу керек. Естеріңізде болсын, астың қабатын орнына қойған кезде, құрап болғаннан кейін, бірінші қабатты құрап болғаннан кейін, мына түстер сәйкес келмей қалып жүрмесін. Үнемі өзінің орындарында тұру керек. Ортасында екінші қабаттың ортасындағы түспен бірінші қабаттың ортасындағы түс сәйкес келіп тұру керек. Енді қалған екінші қабаттың мына жанындағы бұрыштарын қалай құрастырамыз, соны үйрететін боламын. Ол үшін мұқият тыңдап алыңыздар. Ол үшін тағы да үшінші қабаттан біздер оның бөліктерін іздейміз. Яғни мына жерге мына екінші қабаттың жандарына түсетін бөліктерін іздейміз. Оны бұрыштардан іздемейміз. Бұрыштарға мән бермеңіздер ешқашан. Соңына дейін. Бұрыштарға мән бермеңіздер. Тек ортасындағы қабырғаларынан іздейміз. Оны екінші қабаттың қабырғалары қандай болады? Екінші қабаттың қабырғаларында ешқандай сары түс болмайды деген сөз. Сондықтан біздер іздеген кезде сары түсі жоқ қабырғаны іздейміз. Мысалы, мына қабырғада сары түс бар. Бұл бізге қажет емес. Сары түс болса қажет емес. Яғни ол үшінші қабаттың бөлігі деген сөз. Келесісін қарайық. Келесі қабырғада онда да сары түс бар, бұл бізге қажет емес. Мына бір бөлікте сары түс жоқ екен, яғни бұл екінші қабаттың бір бөлігі деген сөз. Бұны орнына апару үшін соның жанында тұрған түсті ортасындағы түспен сәйкестендіруіміз керек. Астыңғы екі қабатты қатар бұраймыз. Бірақ біздер ортасындағы центрмен мына түсті біз сәйкестендіруіміз керек. Көкпен қызғылт-сары келмейді. Қызылмен қызғылт-сары келмейді. Қызғылт-сары келді. Осылай қойғаннан кейін, енді мұқият қарап алыңыздар. Осылай қойғаннан кейін екінші жағындағы түстіге мән береміз. Мысалы, мына орында тұрды. Енді бұл мына жерге немесе мына жерге түсу керек. Оны қалай анықтаймыз? Сол жағына түсе ме және оң жағына түсе ме? Оны қалай анықтаймыз? Оны анықтау үшін мына түске мән береміз. Қарасақ, бұл көк түс екен. Көк түс болса, мына жағы жасыл, мына жағы көк. Яғни көк түс болса, ол көк жаққа түседі деген сөз. Мына бір бөліктің орнына мына жер деген сөз. Яғни осы жерге алып келуіміз керек. Ендеше қалай түсіреміз? Мұқият қарап алыңыздар. Егер де үстіңгі жаңа түсіретін бөлігіміз оң жаққа түсетін болса, бұл бөлікті сол оң жақтан одан әрі сол жаққа қарай алыстатып алып кетеміз. Бұлай қарай. Мінекей, алып кеттік, мына жерге қойып қоямыз. Қайтадан қойын. Мұқият қараңыздар. Егер де мына түсірейін деп отқан бөлігіміз оң жаққа түсетін болса, сол жаққа қарай алып кетеміз. Үстіңгі бөлікті мына жерге апарып қоямыз. Сосын оң жақтан түсетін болғандықтан біз оң қолмен пиф-пафты бастаймыз. Бір рет жасаймыз пиф-пафты. Бір рет пиф-паф жасадық. Артық жасамаңыздар, қимылды. Пиф-паф жасағаннан кейін енді орысша айтқанда перехват дейді. Яғни кубикті текшені ауыстырып ұстауымыз керек. Мінекей, мына жақта солға қарай апарсақ, яғни солға қарай бұраймыз былай. Мұқият қараңыздар. Мысалы, мына бетке сол бетті былай қарай ысырамыз да, мына бет бізге қарап тұрады.
Көріп тұрсыздар ма? Осылай ауыстырғаннан кейін сол қолмен жасаймыз пип-пафты. Сол қолмен жасауды мен үйреттім. Бірінші қадаммен бірге. Мінекей. Сол қолмен жасадық, бір рет жасадық. Яғни мына мына қабырға өзінің орнына түсті. Көрдіңіздер ме? Келесі тағы да осындай бөліктердің орнына әкелу үшін тағы да не істейміз? Жоғарыдан сары түсі жоқ қабырғаны іздейміз. Мына қабырғада сары түс бар, мұнда да бар, қажет емес бізге. Мұнда да бар. Тек мына бөлікте ғана сары түс жоқ екен. Енді қалай істейміз? Қайтадан көрейік сіздермен бірге құрап. Қалай істейміз деп едік. Яғни мына жанында тұрған түсі ортасында тұрған центрдегі түспен сәйкес келу керек. Ол үшін істейміз, астына екі қабатты қатар бұраймыз. Келмейді, қызғылт-сарымен қызыл келмейді. Жасылмен қызыл түс келмей тұр. Қызыл мен қызыл келді. Енді не істейтін едік? Бұл оң жаққа түсе ме, әлде сол жаққа түсе ме, соны анықтаймыз. Қарайық. Жасыл түс үстінде жасыл түс болғандықтан мына жағы көк түс, оң жағы жасыл түс. Яғни бұл оң жаққа түседі деген сөз. Бұл да манаға ұқсайды. Егер де оң жаққа түсетін болса, біздер не істейміз? Бұл бөлікті алысқа алып кетеміз, солай қарай. Оң жаққа түсетін болса, сол қарай алып кетеміз. Сосын оң жақтан бастаймыз. Оң жақтан түсетін болғандықтан, оң жақтан оң қолмен пип-пафты бастаймыз. Бір рет пип-паф жасаймыз. Сосын көбікті бойынан ұстауды ауыстырамыз. Сосын сол қолмен жасаймыз пип-пафты. Болды. Сол кезде ғана біздің бөлігіміз түседі. Одан әрі жалғастырайық. Сары түсі жоқ бөлігіміз мына жерде тұр екен. Бір жағы көк, бір жағы қызыл. Көкті біз сәйкестендіруіміз керек. Көк келді. Енді қай жаққа түседі? Оң жаққа түседі ме, сол жаққа түседі ме, соны қарауымыз керек. Үстіңгі бөлігі қызыл, сол жағы қызғылт-сары, оң жағы қызыл. Бұл да оң жаққа түседі екен. Не істейміз бұны? Оң жаққа түсетін болса, сол жаққа қарай алып кетеміз. Сосын оң қолмен бастаймыз. Бір рет пип-паф жасаймыз. Сосын текшені байлай ауыстырып, сол қолмен ғана жасаймыз. Болды. Мысалы, мынадай жағдай кездесуі мүмкін. Үстіңгі бөлігінен іздейміз сары түсі жоқты. Яғни жасыл мен қызғылт-сары. Соны сәйкестендіреміз. Қызғылт-сары мен қызғылт-сары келді. Енді оң жаққа түсе ме, сол жаққа түсе ме? Қарайық. Бұл сол жаққа түседі екен, себебі жасыл түс сол жағында тұр. Егер де сол жаққа түсетін болса, қарама-қарсы бағытта жүреді. Егер де түсіретін бөлігіміз сол жаққа түсетін болса, онда оң жаққа қарай алып кетеміз. Алысқа. Сосын қай жақтан түсетін болса, сол жақтан пип-пафты бастаймыз деп айттым. Яғни сол жаққа түсетін болғандықтан сол қолмен бастаймыз. Бір рет пип-паф жасаймыз. Енді бұл жерде текшені былай айналдырмаймыз, керісінше оң жаққа қарай айналдырамыз. Себебі жаңағы алып кеткен жағымызға қарай айналдырамыз. Сосын оң қолмен пип-паф жасасақ, яғни біздің бөлігіміз орнына келді. Осылайша құрастыратын боламыз. Мысалы, мынадай жағдай кездесуі мүмкін. Екінші қабатты құрастыру барысында біздер айттық, яғни жоғарыдан сары түсі жоқ қабырғасын іздейміз деп. Мысалы, мына бөлікте сары түс бар, керек емес. Мына бөлікте де бар сары түс. Мына бөлікте де бар. Мына төртінші бөлікте де бар. Төртеуінде де сары түс бар. Бірақ екінші қабатта қарасақ, құрастырылмаған. Яғни орындарында тұрған жоқ. Бұндай жағдай қалай жасаймыз? Бұндай жағдайда біздер бір келмей тұрған бір қабырғасын алып, біреу болуы мүмкін, немесе екеу болуы мүмкін, немесе үшеу болуы мүмкін. Бұл келмей тұрған бұрышты алып, оң жақпен алып, мысалы оң қолымызға. Бұны жоғары қарай шығарып алуымыз керек бірінші. Яғни бұның орны бұл жер емес, яғни бұның орны жасыл мен қызғылт-сары, бұның орны мына жерге келу керек. Бұл жерге алып келу үшін бірінші жоғары қарай шығарып алуымыз керек. Бұл үшін жаңа құрастыру барысында қолданған пип-пафты жасаймыз. Оң қолмен және сол қолмен. Келмей тұрған жағын осы оң қолға келтіріп аламыз да. Бір рет пип-паф жасасақ, жаңағы ол жоғарыға шықты. Одан әрі жаңағы көбікті, рубик текшесін айналдырып ұстаймыз да, сол қолмен жасай қойсақ,
мінекей жаңағы бөлігіміз жоғарыға шықты. Сосын оның өзінің орнына апарып сәйкестендіріп қай жаққа түседі, оң жаққа ма, сол жаққа ма? Сол жаққа түседі екен, жасыл түс. Сол жаққа түсетін болса, сол жақтан оңға қарай алысқа алып кетеміз. Сосын сол қолмен бастаймыз, себебі сол жаққа түсейін тұр. Сосын сол қолмен бастаймыз, пип-ап жасаймыз. Содан не істейміз, текшені былай бөлек айналдырып ұстап, сосын оң қолмен аяқтаймыз. Болды, сол кезде ғана мына бөлігіміз түсті. Соңғы бөлігін түсіріп тастайық, қалай екен. Мысалы, жоғарыдан тағы сары түсті іздейміз. Қызыл сары бөлігін сол жаққа түсу керек екен. Оң жаққа алып кетеміз де, сол қолмен пип-ап жасаймыз, сосын көбікті айналдырамыз да, оң қолмен жасаймыз, түсті. Енді біреуі қалды. Мына жерде тұр, сары түсі жоқ. Жасыл мен жасыл сәйкестендіреміз. Қай жаққа түседі, оң жаққа ма, сол жаққа ма? Қызыл болғасын, қызыл жаққа түседі. Сол жаққа түсетін болса, оң жаққа алып кетеміз. Сол қолмен бастаймыз. Сосын көбікті былай айналдырамыз да. Яғни біздер бүгін екінші қабатты құрастыруды үйрендік. 4-ші қадам. Назарларыңызға көп рахмет. Арнаға тіркеліңіздер, қоңырау суретін басыңыздар.